Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз сіздермен бір штук апельсиннен шырын жасайтын боламыз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші апельсиндерімізді бөліктерге бөліп турап аламыз. Туралған апельсиндерімізді массировка немесе блендердің көмегімен езіп аламыз. Дайын болған езбемізді графинге салып аламыз. Енді осы езбеміздің үстіне 50 грамм қантымызды салатын боламыз. Ары қарай қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міндетті түрде қайнаған болуы керек. Шырынымызды осылай араластырамыз. Ішіндегі қант әбден ерігенше араластырасыз. Апельсиндерді міндетті түрде қабығымен бірге езесіз. Дайын болған қоспамызды осылай сүзгіден өткізіп аламыз. Әбден шырынның барлығы сарқылып шыққанша сүзіп аламыз. Егер де сүзгіңіз болмаса, қандай да бір таза матаның көмегімен сүзіп алуға болады. Матамен сүзу өте ыңғайлы және де оңай болады. Дайын болған шырынымызды графинге құйып, холодильникке салып қоямыз.